Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз Безумный Макс атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдау мен үшін өте маңызды. Ал біз бастаймыз. Сейчас она пойдет. Готовьтесь. Макс Рокотанский кезінде полиция қызметкері болған. Ал енді ақыр заман жақындаған Австралияда сапар шегуде. Ол әйелі мен баласының өлімін есіне түсіретін ойлардан қашуда. Ол отбасын өлімнен құтқара алмады. Шөл далада кетіп баратып Цитаделияның аңшыларына тап болады. Ол жер асты сулары арқасында көркейіп келе жатыр. Оны өлмейтін Джо басқарады. Қол астындағылары оны құдай ретінде көреді. Ол адамдарын сирек сумен қамтамасыз етеді. Солай қол астындағыларды суға таласуға мәжбүрлейді. Макстың қанын өлмейтін Джоның бір жүргізушісіне құяды. Әскер басшысы Фуриоса өлмейтін Джоның әйелдерін алып қарулы жүк көлігімен қашып кетеді. Барлық әскерлер қуғынға түсуге дайындалып тұр. Жүргізушісі Накстың әлсіздігі соншалық қанды жүріп баратып құюы керек болады. Ол үшін көлігінің алдында Максты тиеп, трубка арқылы өзіне қанды құяды. Фуриосаның мақсаты жасыл алқапқа жету. Ол жер шөл даланың арғы бетінде. Кішкене кезінде анасы екеуін сол жерден алып кеткен. Оны өлмейтін Джоның сарбаздары керемет көліктермен қуып келеді. Жолда екі жаққа да жау саналатын баскесерлер шабуыл жасайды. Қуғыншылардан құтылу мақсатында Фуриоса үлкен құмды дауылға қарай бағыт алады. Накс оның соңынан қалмайды. Дауылда бірнеше сарбаздар көлігі апатқа ұшырайды. Сол сәтте Накс көлігінің жанармайын төгіп жармақ болады. Соңғы сәтте оны Макс тоқтатады. Сол мезетте көлік қирайды. Макс есін жиып, есінен танып жатқан Накске байлаулы екенін көреді. Ол қолына қару алып білегін атып тастамақ болады. Бірақ қару атылмайды. Макс Фуриосаның көлігін байқап сол жаққа бет алады. Ол жерден 5 әдемі аруларды көреді. Макс әйелдерге қару кезеп, су беруін сұрайды. Су ішіп болып шынжырды кесуін бұйырады. Қыздардың бірі тырысып көреді, бірақ кесе алмайды. Фуриоса алыстан Джоның басқа қалалардан адам жинап келе жатқанын көреді. Оларды адам жегішпен бақташы бастап келеді. Макс шынжырды өзі кеспек болғанда Фуриоса оған шабуылдайды. Накс есін жиып Максқа көмектеседі. Солай барлығы бір жұлысып алады. Накс шынжырды кеседі. Сосын Макс көлікті айдап кетпек болады. Бірақ көлік өшіп қалады. Оның себебін Фуриоса ғана біледі. Макс оларға көлікке қайта отыруға мүмкіндік береді. Фуриоса көлікті каньонға келді. Ол жердің тұрғындарымен алдын ала келісіп қойған. Тұрғындар өткен жолды тас үйінділермен жауып тастайды. Қыз оларға алғыс ретінде жанармай беру керек. Фуриоса Максқа қалай көлікті жүргізу керек екенін көрсетеді. Мен дауыс бергенде бірден қашасың дейді. Олар келе жатқан Джо мен сарбаздарын байқайды. Бір тұрғын оған келісім бойынша тек бірнеше қуғыншы болу керек еді, ал бұл жерде бүткіл армия келе жатыр деп наразылығын білдіреді. Қыз арты жақсы болмайтынын сезіп кеттік деген белгі береді. Макс көлікті жүргізіп кетіп бара жатқанда қыз оқтан жалтарып көлікке кіріп үлгереді. Каньон тұрғындары Джоның жолын тежеу үшін жолды қиратады. Макс пен Фуриоса қуғыншыларға тойтарыс беріп қашуда. Сол сәтте Джо үлкен дөңгелекті көлігімен қирандының үстімен өтеді. Оған Накс келіп қосылады. Сосын оған аяғы ауыр қыздың орамалын көрсетеді. Шөл далада тағы да қуғын басталады. Джо оларды қуып жетеді. Джо оларға қарай оқ атпақ болғанда аяғы ауыр әйелі көліктен шығып денесін тосады. Накс оған көлікке кіріп тоқтата алатынын айтады. Бірақ Джоның көзінше бірден жолы болмайды. Оған көңілі толмай қуғынды жалғастырады. Аяғы ауыр қыз көлікке қайта кірмек болғанда сүрініп кетіп, Джоның көлігінің алдына түседі. Әйелдер Максқа қайту керек дегенде, ол қыз көліктің астына түсіп қаза болды деп жүрісін жалғастырады. Олардың соңында өлі әйелінің денесін көтеріп Джо айқайлап қалды. Накс болса көлікке қайта кіреді. Ол әйелдерге Джодан құтылуға көмектесетінін айтады. Джоның тағы сенімін ақтай алмадым деп қапа болады. Жирен шашты қыз оны жұбатады. Кеш бата балшықты жерде көлік тұрып қалады. Макс шынжырды ағашқа байлап көлікті тартпақ болады. Бірақ қуғыншылар тағы келіп қалады. Фуриоса басты мергеннің дәл көзінен атады. Көзінен айырылған мерген
ашуға мініп қаруымен тоқтаусыз ата бастайды. Әйелдер көлікті қозғалтуға барын салып жатқанда Макс көліктен түсіп бақташының алдына кетеді. Тұман арасынан атыс жарығы көрінеді. Макс тез арада олардың көздерін құртып көптеген қарулар әкеледі. Олар таң ата көлікпен мұнараға жетеді. Мұнара үстінде жалаңаш Валькирия есімді әйел көмекке шақырып тұрады. Макс бұл тұзақ екенін айтады. Фуриоса шығып оған анасының есімін айтады. Солай осы тайпаның мүшесі екенін жеткізеді. Валькирия мұнарадан түсіп киімін киеді. Сол арадан көптеген кәрі әйелдер жинала кетеді. Олардың басшысы қызды таниды. Фуриоса оларға бұл әйелдерді жасыл алқапқа апара жатқанын айтады. Бірақ басшысы олар өткен балшық кезінде жасыл алқап болған. Қазір ол жер жарамсыз дейді. Фуриоса өкінішін жасыра алмайды. Түнде ол ары қарай сапарды жалғастыруды ұсынады. Джоның бір әйелі кәрі кемпірмен сөйлеседі. Кемпір қызға өзінің сандықшасында сақталған тұқымдарды көрсетеді. Бұл тұқымды жақсы жерге егу арманымыз дейді. Фуриоса мен әйелдер жолға шыққанда Максты әйелі мен қызының елесі тағы мазалайды. Қыздар бағыт алған жақ әлі өзгермеуі мүмкін екенін түсініп, әйелдерге Цитаделияға қайтуды ұсынады. Өйткені ол жер қазір қорғансыз. Солай топ Цитаделияға қайтуға шешім қабылдайды. Джо оларды алыстан көріп, жоспарларын бірден сезіп қояды. Ол сарбаздарын жинап соңдарына түседі. Макс пен Фуриоса бірнеше сарбаздарды өлтіреді. Тұқым сақтаушыда қаза табады. Фуриоса ауыр жарақатына қарамастан Джоның көлігіне секіріп, бет пердесін шешкен сәтте мерт қылады. Макс оларды құтқару үшін өзін құрбан етеді. Жол үстінде Фуриосаға дем жетпейді. Макс ауа кіргізу үшін оның денесін теседі. Қыз есінен танып қалады. Макс оған өзінің қанын құяды. Цитаделияға келіп, олар Джоның өлі денесін көрсеткенде оларды кіргізеді. Ал мәңгілік жалғыз сарбаз Макс көпшіліктің арасына кіріп кетіп қалады. Осылай фильм аяқталады. Арнаға жазылып лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.